Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры өте нәзік, әрі жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығатын булочки жасайтын боламыз. Каналымды қолдап, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға міндетті түрде жылы сүтімізді құямыз. Қыздар, жылы сүтпен жасасақ, сол кезде көтерілу тез болады. Содан соң қалауыңызша қант және де 1 шай қасық тұз, содан соң 1 жұмыртқа, тағы да 1 шай қасық ашытқымызды салып, барлығын жұмыртқасы және де қанты, тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң үстінен міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды осылайша барлығын бірден салып тастамаймыз, бөліп салып, жұмсақ, кішкене қолға жабысатын етіп қамыр илейтін боламыз. Қыздар, мен барлық қоспаларды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Бірақтан ұнның мөлшерін сіз өзіңіздің көз мөлшеріңізбен қосасыз, өйткені әркімде ұнның суды сіңіруі әртүрлі болып келеді. Сол үшін де көз мөлшермен қолға жабысатын жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Неке қыздар, біздің қамырымыз осылай қолға жабысатын жұмсақ болып шығады. Ұнды қолға жабысып тұр деп одан әрі көп қоспаңыздар, ол кезде қамырларыңыз тығыз әрі қатты болып қалады. Содан соң үстінен 3-4 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, жақсылап иін қандырып илеп алатын боламыз. Қыздар, жақсылап иін қандырып илейміз. Сол кезде біздің қамырымыз өте әдемі, нәзік, жұмсақ болып тұратын болады. Осылайша дайын болған қамырымыздың үстін пакетпен немесе пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Неке қыздар, біздің қамырымыз осылайша 1 сағат, 1,5 сағаттың көлемінде өте әдемі болып көтеріледі. Үлпілдеп, нәзік, жұмсақ қамыр болып шығады. Осылайша дайын қамырымызды столдың үстіне қойып, теңдей бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен мұнда 7 бөлікке бөліп алдым. Барлығын бөліп, жаңағыдай формасына келтіріп қойып алатын боламыз. Дайын болған қамырларымызды қыздар, мінекей осылайша 7 бөлікке бөліп қойдық. Содан соң әр бөлікті оқтаудың көмегімен кішкене ұн сеуе отырып жайсаңыздар да болады. Өте жұмсақ қамыр болып шығады. Қыздар, кішкене осылайнан ұн сеуіп қойып, барлық бөлігін жайып алатын боламыз. Қамырды жайып болғаннан соң шеттерін қолыңызбен осылайша бастырып жайып жерсеңіз де болады. Және де бір ыдысымызды алып, осындай тарелкамызды алып, бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды жағамыз алдымен. Содан соң қамырымызды қойып, барлық қамырларды осылайнан біркелкі етіп жайып шығамызда, бір-бірінің үстіне арасына май жағып отырып орналастырамыз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, және де каналыма кіріп, видеоларды қарап шығыңыздар. Өзіңізге қажетті, өзіңізге ұнайтын рецепт табатыныңызға сенімдімін. Алдағы уақытта қолжетімді заттардан өте қарапайым рецепттер, тойға, жиындарға арналған салаттар және де тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Сол үшін каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, әрі каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, пікір жазып отыруды ұмытпаңыздар. Барлық қамырды арасына май жаға отырып, тарелкамызға орналастырып алдық. Содан соң бетіне пакетін кигізіп, холодильникке тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей қыздар, жарты сағат холодильникте тұрған қамырымыз осылайша тағы да көтеріліп, өте жұмсақ болып шығады. Осы қамырымызды барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Біркелкі етіп, жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Қамырды осылайша жұқа етіп жайып аламыз. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Содан соң үстінен жаңағы қалған бөлме температурасындағы сары майымызды барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шығатын боламыз. Және де қыздар, бүгін біз макпен булочки жасайтын боламыз. Егер де макты ұнатпаған болсаңыз, тек қана қантты сеуіп жасасаңыздар да болады. Мен жарты жағына мак, жарты жағына қантты сеуіп, екі түрлі етіп жасаймын. Макты ұнатпайтын адамдар жаңағы қантпен жасап өте дәмді болып шығады. Жаңағы қант пен макты сеуіп болғаннан соң
осылайша бөліктерге бөліп шығамыз қыздар. Осылай жіңішке етіп бөлсеңіздер көлемі өте жақсы болып шығады. Қазір мен екі түрлі бөлемін. Біреуін кішкене кішірек етіп, біреуін үлкенірек етіп видеоның соңында айырмашылығын көрсететін боламын. Содан соң бөліктерге бөліп болғаннан кейін осылайша видеода көрсетілгендей қамырдың шетін кішкене кесіп жіберіп, ары қарай орайтын боламыз. Барлығын бірдей етіп орап шығамыз. Неке қыздар, барлық булочкаларды осылайша формасына келтіріп орап алдық. Содан соң мен алдын ала пешті қосуды ұмытып кетіппін. Сол себептен кішкене 10-15 минуттай бетін жауып қалдырдым. 10-15 минут бетін жауып қалдырсаңыздар да болады. Қалдырмасаңыздар да біздің қамырымыз өте жақсы болып көтеріледі. Және де осылайынан үстіне жұмыртқаны бөліп, жаңағыдай араластырып, барлық жеріне тегізіп, әдемілеп жағып шығатын боламыз. Және де дайын болған булочкаларымызды міндетті түрде қыздар, міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Неке қыздар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте керемет дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Жаңағы айтқанымдай, біреуін үлкен неке, біреуін кішірек етіп жасағанның айырмашылығы осыда. Кішірек етіп жасасаңыздар, дастарханға қойғанға да өте әдемі болып шығады. Қыздар, міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Менің каналымда неше түрлі булочкалардың және де рогалики, неше түрлі тәттілердің рецептері бар. Міндетті түрде осы тәсілмен де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға көп-көп рахмет.